Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрының 27 маусымы 2019 жылдың 6 қазанында ақын драматург Иранғайыптың Махамбет трагедиясымен ашылды. Театр ұжымы 2019 жылы 24-27 қыркүйек аралығында Қырғызстанның Ош қаласында өткен 7-ші халықаралық Арт-Ордо 2019 театр фестиваліне Арманым Әселім спектаклімен барып қайтты. Осы фестивальде театрымыздың актрисасы, өнер саласының үздігі төсбелгісінің егері Наргиз Шадыева екінші пландағы үздік әйел образы аталымын иеленді. Сонымен қатар ұжымымыз ел алғысы дипломымен, Ош шаһарының мэрінің алғыс хатымен, министр Жаманқұловтың арнайы сыйлығымен марапатталды. 15 және 19 қазан аралығында Жезқазған қаласында өткен Жанат Хаджиев атындағы 3-ші халықаралық театр фестиваліне Мюллер және Ануйдың Филактет Медея спектаклімен қатысқан шығармашылық ұжым Қазылар алқасының арнайы сыйлығына лайық деп танылды. 23 қазан күні Хадиша театрының басшылығына кәсіби жас театр менеджері, өнертану магистрі, Серпер жастар одағы сыйлығының иегері Салтанат Мақсотқызы Абылгазиева тағайындалды. Театр ұжымы 24 қарашада КСРО халық әртісі, КСРО, КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Тәуелсіз Тарлан сыйлығының, Отан, Құрмет, Қазақстанның еңбек ері орденінің иегері, Қазақстан театр ассоциациясының президенті Асанәлі Әшімовпен кездесті. Бұл естеліктер мен театр өнері жайлы саф біліммен бөліскен нағыз шеберлік сағаты, құнды мәліметке қанық кеш болды. 27 қараша Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының доценті профессор Әсел Мәмбетованың шығармашылық кеші өтті. Жыл үздігі 2019 облыстық байқауының қорытындысы бойынша үздік жас өнерпаз аталымымен театрымыздың көркемдік жетекшісі Жасқайрат Валиолиев марапатталды. 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының президенті күніне орай мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, театрымыздың рухани әкесі Сердеш Қажмұратов Парасат орденімен марапатталды. 10-11 желтоқсан күндері Семсер сыйлығының иегері Марлен Ғылымханның Жусан психологиялық драмасының премьерасы өтті. Бұл елбасының бастамасымен қолға алынған Жусан операциясы туралы Қазақстан сахнасында алғаш шығарылған қойылым еді. Он 5 желтоқсан күні театрдың туған күні. Ұлы даланың ұлық мерекесі Тәуелсіздік күні аталып өтті. Театр директоры Салтанат Мақсотқызы бірнеше қызметкерлерді Қазақстан театрлар ассоциациясының президенті, Қазақстанның еңбек ері, КСРО халық әртісі Асанәлі Әшімовтің алғыс хатымен және қазақстандық салалық мәдениет, спорт, туризм және ақпарат қызметкерлерінің кәсіптік одағы қоғамдық бірлестігі Батыс Қазақстан облысы филиалының төрағасы Айдар Батырхановтың құрмет грамотасымен марапаттады. 17 желтоқсан Нұрсұлтан қаласында Сахнагер 2019 ұлттық театр сыйлығының салтанатты марапаттау кеші өтті. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, мемлекеттік сыйлықтың Парасат орденінің иегері Сердеш Қажмұратов театр өнерінің дамуына қосқан ерекше үлесі үшін аталымымен 500 мың теңге ақшалай сыйлық, еңбек даңқы төсбелгісінің иегері Ержан Қажимов ең үздік дыбыс режиссері аталымымен 1 миллион теңге, ал өнер саласының үздігі Наргиз Шадыева үміт сыйлығын және 150 мың теңге ақшалай қаржы иеленді. 20 желтоқсан Хадиша театры жаңа жыл қарсаңында қайырымдылық акциясын өткізді. Киелі өнер шаңырағының қонақтары Мичидің Арыстан патша ертегісінің алғашқы көрермені атанды. Осылайша бұл қойылым театр сахнасына алғаш рет қойылды. Дәл осы күні кешкі уақытта қайырымдылық шарасы аясында Марбаджиевтің Құдалар спектаклі сахналанды. Бұл қойылымға Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары Нұрлан Шабдар арнайы қатысты. 26 желтоқсан күні өңірлік коммуникациялар қызметі орталығында театр, атқарылған жұмыс, алынған асулар мен алдағы жоспарлар, өнер ордасы мен қоғам арасындағы алтын көпір, байланысты одан әрі жақсарту жолдары тақырыбында
брифинг өтті. 20-30 желтоқсан аралығында жылдағыдай үрдіспен мектеп балаларына арналған жаңа жылдық шырша мерекесі өтті. жылдың ақпан айында Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының оқытушысы, PhD доктор Аман Гумаров туған жерге іс-сапармен келіп, актер энергиясы тақырыбында тренинг ұйымдастырып, әріптестерімізбен тәжірибе алмасты. 8-9 ақпан күндері поляк драматургы Славомир Мрожиктің «Дом на границе» пьесасының желісімен қойылған «Мен» спектаклінің премьерасы өтті. Қойылымның режиссері, республикалық фестивальдердің гран-при жүлдегері, ең үздік ер адам бейнесі аталымының иегері Данияр Базарқұлов. Суретшісі Грузия мемлекетінің үздік сценографы, халықаралық театр фестивальдерінің жеңімпазы Тамара Акихян. Қойылымды қазақ тіліне аударған Шапағат медалінің иегері, театр ардагері Құжырғали Төлеушев. Премьераға облыс әкімі Ғали Есқалиев бастап, театр-танушы, өнертану докторы, профессор Бақыт Нұрпейіс, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, театр және кино актері Азамат Сатыбалды, Тахауи Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театрының директоры Олжас Ибраев, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері Ақберен Жұмабаев, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актрисасы Ажарлым Бақытжанова, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері Асан Мәжит, «Мен де жұлдыз боламын» балалар байқауының авторы және продюсері Лариса Мақсат, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері Мерей Мұхтарұлы арнайы қатысты. 2020 жылдың 16 наурызынан бастап әлемді дүрліктірген коронавирус пандемиясының таралуының алдын алу мақсатында еліміз бойынша карантин жарияланды. Десе де Хадиша театр көрерменге арадағы байланысты үзіп алмау үшін онлайн жұмысты жүзеге асыра бастады. Театрымыз жұмыстар легін 27 наурыз халықаралық театр күніне орай бейне құттықтау түсірілімімен бастады. Театр мен көрерменнің арасында алтын көпір болатын ақпараттық қызметті іске қосуды ойға алып, театрымызда арнайы ақпарат бөлімі ашылды. Осылайша шығармашылық ұжыммен онлайн сұхбат ұйымдастыру ісі қолға алынып, бүгінгі күнге дейін тікелей эфирде 32 жүздесу өтті. Сонымен қатар «Ән менің әлемімде», «Ертегілер елінде», театрдан тыс сәттер жобалары аясында театр актерлары мен актрисалары тікелей эфирде өз көрермендерімен қауышты. Мамыр Қазақстан Республикасы мәдениет және өнер қызметкерлері күні. Кәсіби мерекеге орай театр басшысы Салтанат Мақсотқызы еңбегімен елге үлгі болған бірнеше қызметкерлерді Батыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасының басшысы Сайран Дүйсеновтің және Қазақстандық салалық мәдениет, спорт, туризм және ақпарат қызметкерлерінің кәсіптік одағы қоғамдық бірлестігінің Батыс Қазақстан облысы филиалының төрағасы Айдар Батырхановтың алғыс хаттарымен марапаттады. Қазіргі таңда театрымыздың шығармашылық ұжымы көрнекті ақын, қоғам қайраткері Жұбан Молдағалиевтің 100 жылдық мерейтойына орай жарыққа шығуы жоспарланған қойылымға дайындық жұмыстарын бастап кетті. Ақынның адами және ақындық келбетін тану бағытындағы ғылыми ізденіске толы жұмыстар қызу жүргізілуде. Алдағы маусымда көзі қарақты көрерменмен театр сахнасында жүздесер күнді асыға күтудеміз. Театрда жолыққанша, ардақты көрермен.